Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Тұшыру каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізге өлген адам тамақ берсе, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Өлген адам бал беріп жатқанын көруі сізге олжа немесе көптеген мүмкіндіктерге ие болатыныңызды білдіреді. Түсіңізде өлген адам қолыңызды ұстап тұрғанын көрсеңіз, бұл көптеген жерден ақша алатыныңызды білдіреді. Өлген адамның тірі адамға ас сұрап жатқанын көрсе, бұл өлген адамның дұға мен садақа қажет екендігінің дәлелі болуы мүмкін. Көрнекті ғылымдар өлген адаммен бірге тамақ ішу марқұмның қабірде жайлы және бақытты сезінетінін білдіреді деп санайды. Түсінде өлген адамның тірі әйелге ас беруі Алланың берген ризығына байланысты болуы мүмкін. Тұрмыстағы әйелдің қайтыс болған күйеуінің ұн немесе басқа да бидай өнімін беріп жатқанын көрсе, бұл оның өмірінде алатын ризық несібесінің көрсеткіші болуы мүмкін. Түсінде өлген адамның құс ұсынып жатқанын көрудің тағы бір көптеген жерден ризық несібе береке бірлік алатынын білдіреді.